Өгей шеше, қыс мезгілі. Қазағы жайпақ шанамен тағы да Қостөбеден әкем келген. Шанасында төселген киіз. Жаман бір көрпе жатыр. Біреуді алып келдің бе? Не жұмыспен келдің? Тұрдыбекті больницаға алып келіп едім. Тағы да не болып қалды? Ұста дүкеніндегі отқа қолын тығып алыпты. Өскенбай ұстаның дүкені біздің үйдің қасында. Тұрдыбек бұл кезде үйдің қабырғасына дуалға сүйеніп жүретін болған. Ылғида жападан жалғыз отыра беруден іші пысқан сәби бір күні там-тамды жағалап сырғып ұста дүкеніне келеді. Тұрдыбекпен шамалас Қырғызбай дейтін бала бар. Ол мешел емес, дені сау. Қалтырап әрең тұрған Тұрдыбекті Қырғызбай қызық үшін жұлқып итеріп келіп қалады. Тұрдыбек омақада жығылып бір қолын көріктің қып-қызыл шоғына білезігіне дейін оңдырмай тығып алады. Бұл хабары естігенде менің арқа басым шымырлап кетті. Байғұс сәби тағы да ауруханада жатыр. Ініме мен күн сайын келіп тұрам. Пряник, кәмпит әкеп берем. Мұнда оны келісімен моншаға шомылдырып, шашын алған, тап-таза іш киім халат берген. Күйген қолын добалда етіп таңып, ақ жаймалы сеткалы темір кереуетке жатқызып қойған. Мен алғаш келгенде өз інімді өзім танымай қала жаздадым. Түрінен кісі шошығандай бұрынғы Тұрдыбек емес. Екі көзі қарақаттай сөп-сүйкімді біреу. Мені көріп әдемі жымиып күледі. Інім екенін сонда ғана таныдым. Адамды адам ететінде, хайуан ететінде тұрмыс екен, мен соны білдім. Бір күні сабақ соңынан Тұрдыбекке тағы да келген едім. Төсегінің қасында отырмын. Тұрдыбек сау қолмен жастығының астын сипалап, бірдеңе іздей бастады. Сөйтсем, 3 тал домалақ кәмпит екен. Мә аға, же, саған сақтап қойдым дейді. Бұл кәмпиттерді таңертең шаймен берген. Тұрдыбек жемей, өз аузынан жырып, маған сақтап қойыпты. Інімнің бауырмалдық қылығына ішім бауырым еріп кеткендей болды. Өзің жей ғой ботам. Мен екі түрлі мамандықтың адамын жасымнан керемет қадірлейтін едім. Бірі мұғалім, екіншісі дәрігер. Дүниедегі ең ақылды, ең мейірбан жандар осылар тәрізденетін. Мен мұғалім мен дәрігерден тек жақсылық күтуші едім. Оларға өз ата-анама сенгендей сенуші едім. Мұғалім мен дәрігерден оңбаған адам шығады деп мен еш уақытта ойламайтын едім. Амал қанша шығады екен. Қатыгез тағдыр Тұрдыбек інімді дәрігердің оңбағанына кезіктірген. Ол оны адам-ау деп, келешегі бар-ау деп қарамаған. Аяғын сындырып алған лақ тәрізді көрген. Күйген қолдың әр саусағын жеке-жеке даралап байлап емдемей, қосып бірақ байлаған. Соның салдарынан жазыла келе 5 саусақ біріне бірі жабысып, бірігіп кеткен. Алақаны қасықтың басы тәрізденіп, шұқана қуыс болып қалған. Бұны біз інім ауруханадан шыққанда бірақ көріп білдік. Дәрігердің өз ісіне немқұрайды қарауы өсе келе Тұрдыбекке аса қымбатқа түсті. Күйген қолы еңбек етуге, айыр күрек, балта секілді еңбек қаруын ұстауға жөнді жарамайтын болды. Байғұс бала сөйтіп мәңгілікке мүгедек болып қалды. Каналым ұнаса лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Жалғасы келесі бөлімде.